Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қазақ балалар жазушысы Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» фильміне бүгін саяхат жасаймыз. Менің атым Қожа фильмі бұл барлық Совет одағы кезіндегі өмір сүрген және қазіргі кездегі қазақ балаларының сүйікті фильмдерінің бірі. Мұнда қожаның сотқарлығы, еркіндігі, тапқырлығы еріксіз сүйсіндіреді. Және сонымен қатар осы фильмде туралы қызықты деректер атап өтсем. Осы фильмде басты рөлді ойнаған, қосалқы рөлдерді ойнаған әртістердің ешқайсысы осыдан кейінгі өмірін киномен байланыстырмаған. Атап айтсақ, мысалы, басты рөлді ойнаған ағамыз, Нұрлан ағамыз, философия ғылымдарының докторы болса, ал Жанардың рөлінде ойнаған апай қазіргі уақытта инженер, Алматы қаласында тұрады. Ал Сұлтанның рөлін ойнаған әртіс өкінішке орай жас кезінде жүрек талмасынан қайтыс болған екен. Ал Жантастың рөлінде ойнаған әртістің өмірі, кинодан кейінгі өмірі белгісіз. Кішкентай Дәулеттің рөлін ойнаған бала дене шынықтыру институтын бітіріп, яғни мұғалімдік мамандығы бойынша жұмыс істейді екен. Менің атым Қожа фильміндегі басты рөлдегі баланы іздеп, Қарсақбаев Өзбекстан және Қазақстан елдеріндегі 500-ден астам жасөспірімге кинокастинг жариялаған екен, бірақ ешқайсысы көңілінен шықпады. Ол өзінің оператормен бірге саябақта қыдырып келе жатқан кезде өзінің сыныптас екі қыз баланың шашын тартып ойнап келе жатқан бұзық балаға кенет көз түседі. Әй бала, бер кел десе, ана бала қаша жөнеліпті. Алызда болған сыныптас қыздары ол баланың кім екенін, қайда оқитынын айтып беріпті. Ертесі күні Қарсақбаев Нұрланның әке-шешесіне жолығуға барады. Нұрланның әке-шешесі азар да безер болады. Жоқ, атай көрмеңіз, бұл бала өз мазасыз, мектепте де, үйде де әбден жаңағы ескертулер айтып, бәрімен ұрсып болды. Енді киноға түсіп, сізді ұятқа қалдырады дейді. Қарсақбаевтың көңіліне қатты шыққан Нұрланды қоярда қоймай жүріп, әке-шешесін көндіріп, кино түсіру алаңына алып келеді. Ал әртіс Нұрланның естелігіне сүйенсек, ол өзі киноға содан кейін бірнеше «Менің атым Қожа» фильм біткеннен кейін бірнеше фильмге түсуге шақыртулар алады, бірақ ол өзінің қарапайым Нұрлан болып өмір сүргісі келеді. Киноға түсіруден біржолата бас тартады. Сөйтіп ол қарапайым адам өмірін сүруді таңдаған екен. Қарсақбаевтың көрегенділігінің арқасында біз өмірге ерекше фильм дүниеге келген болатын. Фильм алғашқы махаббат туралы, әкеге сағыныш, ананы қызғану, қадірін білу, балалық шақтың тәтті кезеңдерін бастан өткізуден тұрады. Фильмді тағы да бір көріп, саяхат жасайық.